Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздермен банан тәрізді печеньенің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға ұнымызды салып аламыз, үстіне қопсытқышымызды саламыз және дәміне қарай кішкене тұзымызды саламыз. Осы құрғақ қоспамыздың барлығын араластырып аламыз. Содан соң үстіне сары майымызды салып, жақсылап қолдың көмегімен крошка болғанша илейтін боламыз. Үстіне жұмыртқамыздың сарысын саламыз және қаймағымызды саламыз. Барлығын қолдың көмегімен илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз осындай болып шығуы керек. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөлуіміз керек. Менде 13 штук болып шықты. Видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Осылай бірнеше бөлікке бөліп алуымыз қажет. Мінекей мен барлығын дөңгелек етіп шықтым да, ыдысымызға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоюымыз қажет. Барлығын ыдысымызға салып болған соң, бетін жауып, тоңазытқышқа жібереміз. Енді ішіне салатын қоспамызды дайындаймыз. Менде сүзбелі ірімшік, үстіне қантымызды саламыз. Және бір жұмыртқаның ағын саламыз. Ванильный сақыр салуымыз қажет. Ванильный сақыр міндетті емес, ванилин болса да болады. Және ұнымызды саламыз. Видеода бұл жерде көрсетілмей қалған және сары май, 30 грамм сары майымызды қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Менде кондитерский мешокқа салып алдым. Егер сіздерде болмаса, қасықтың көмегімен қолданасыздар. Енді қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жаятын боламыз. Өте қатты жұқа да болмауы керек, және қалың да болмауы керек. Мінекей осындай болса жеткілікті. Қамырымызды жайып болған соң, ішіне біз қоспамызды салып, банан тәрізді етіп орауымыз қажет. Осылай екі шетін жауып,
қамырымызды дөңгелек етіп орап шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, өте нәзік болғандықтан біздің форма келтіруіміз өте оңай. Қолдың көмегімен видеода көрсетілгендей осылай шымшып шығамыз қамырымызды. 2 немесе 3 рет клетка жасап шымшып шығуымыз қажет. Бізде сол кезде бананға ұқсап шығуы керек. Какаоны осылай жағып шығуымыз керек шымшыған жерімізге. Сол кезде біздің печеньелеріміз бананның формасына ұқсайды. Мінекей барлығын осылай етіп жағып шығамыз. Өте оңай жасалу жолы, ешқандай қиындығы жоқ. Осылай қолдың көмегімен формамызды жасап, осылай шымшып шығамыз. Мен 2 полоска жасап шықтым. Және осылай какаомен жағып шығуымыз керек. Мінекей 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарап пісіріп алуларыңыз қажет. Мінекей менің печеньем дайын болды. Жұмсақ, балалар өте сүйсініп жейтін және формасы өте ерекше болып шығатын печенье. Жасап көруге кеңес етем. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Бұдан да керемет видеолардың рецептімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.